Құдалығындағы қазақтың қыз ұзатуындағы ең керемет сәт бұл шарықтау шегі, бұл қызға сырға салу. Осы сәтті қаншама күн армандап, осы жеңгелерді сайлап, бұл жеңгелер арнай сол сырға тағат жеңгелер ескі көйлектерін тастап, новый көйлек алып, новый макияж, кірпік қас, прическа бәрін жасап дайындалып. Сол себептен осы сәтті күткен ағайын туыс Аллаға мыңда бір шүкір деп қойып. Енді мына қызымыз дайын болса, ол жақтан да қос жеңгесі аманатқа қиянат жоқ деп, осы қызымызды сіздерге табыстауға алып келе жатыр. Ендеше қызымызды әдемі музыканың нөмірімен қарсыласқан. Ал таттару деген бір әсем әнмен қарсыласқан. Балымдан да басқадан да таттару, тек саған жара салмақтару. Арманым өзің менен бақтару, таттару, айдан сенен атару. Айлана барам едім, жолдыздай жанам едім, күнде сен күн болсаң, қасымда қалам едім. Қайтсең де, өзің менен барам Айлана барам едім, жолдыздай жанам едім, күнде сен күн болсаң, қасымда қалам едім. Қайтсең де, өзің менен бақытты болам едім. Енді қимайды ұзатқан жақ қыз баласын, жан дүниең қалай ғана сыздамасын. Құдалар алақанға салып бердік, жүректің жұлып алып бір парасын. Көңілде, көзде тояр күйеу бала дайын тұрсын. Болғайсың үш жұртыңа сүйеу пана, шарыңның жұлдызы бол, бақытты бол, мұндай қыз бұл дүниеде біреу ғана. Анаңның жолын жалғадың, жат жұртқа кетіп барасың. Сүйеудің татып бал дәмін, жарыңмен таптың, жарасым. Ал күйеу бала шақырайын. Біздің үйдің бақтаны, өзіңнің ормағы, бір сұлымен бір тойында бір суғыда болады. Бір ғаламда, салбен маңында, Kaynasınlar, arayınlar. Bir simay kaldı. Tuğra kүйеу баланың бетіне апарды. Хорошо, что күйеу бала красавчик екен. Ал енді құрметті, қадірменді құдалар, құдағилар, кішкене осы жерде мен сіздер бір терлетейін деп отырмын. Бір баяға түсіңіздер, иә. Осындайда терлемегенде қашан терлейсіздер. Күйеу бала, құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Нағып келдің, не үшін жүрсің? Жорасында не үшін келдің? Қыз бар деп Қыз алуға келдің. Дұрыс. Енді Құдай қаласа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен, нағыз еркек ол әйеліне жайлы болған еркек дейді. Енді мынау Европа мемлекеттерінде әйелін қатты құрметтеп, әйеліне жақсы сөздер айтып, комплименттер айтып, сен күнде әдемісің, сұлусың деп тойға барғанда өз салат жемей, өз жалпиып отырмай, әйеліне салат салып беріп, анадан кес, мынадан кес, әйеліне қызмет көрсеткен еркекті Европа мемлекеттерінде джентльмен дейді екен. Ал бізде қазақтарда сөйтіп істесең дуаланған дейді. Қайсысы боласың? Жауап. Кім боласың? Сенің әңгілерің қуанып кетті. Екінші сұрақ кетті. Үшінші сұрақ. Енді ертеңнен бастап балапан арнасында болатын түрлі түсті шөжелер деген мультфильм көрмеймін деп уәде бересің бе?
Бересің ба? Бер. Бірақ бір жыл ғана көрмеді. Екінші жылы бала шағымен балапан, тек қана балапан көреді. Ал енді құрметті ағайын бауырлар, қызымызға келейік. Сіз бұл айтсақ, қызымызға келейік. Біздің қазақта қырмызы қыз деген бар. Қызды үкілеп, үмітпен өз еліне аттандырады. Өз үйінің мақтаны, өз үйінің еркесі болған бүгінгі таңда біздің қарагөз қарындасымызды сіздердің аял алақандарыңызға салайын деп жатыр. Ол кезде мінекей Құдай қаласа айналайын қарындасым көріп тұрған шығарсың. Екі келінді әкепті, екі жеңгесін алып келіп сырға салатын. Екеуі екі түрлі результат. Мынау жаңадан түскен примерно әлі қиындықта жүрген кісі. Мына кісі өз бейнеге қолын алқасын кеңге салып, өз холодильник көзінде тастап, холодильник турасында бөлек бар. Бірге болса да билік тап қойған. Израиль мен Палестина сияқты. Сіз енемен тұрасыз өзіңіз? Енемен? Жаңым ашып тұрмын. Alsan egen sınarı Allah'ından dışlanan kursan O sigesin de bakmasın Ağızda parayla kalır Arkama neden bakmaydın Ağızda parayla kalır Arkama neden Koşaman kızar koşaman Ömrümün aydın bozarar Alnından aşın bandı Aklaman camal bozarar Alnından aşın bandı Aklaman camal bozarar Koşaman kızım koşaman Thank you.